Қайырлы күн достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Жаздың күнінде барлығымыз қысқа дайындықты бастаймыз. Сол үшін бүгін сіздерге осындай черешнядан дайындалатын вареньені қалай жасауға болатындығын көрсетемін. Дәл осылай базардан сатып алып келдім мен. Ал енді осылай салқын суға салып жуып алатын боламын барлығын. Жапырақтарынан, сабақтарынан ажыратып, дәл осылай етіп тап-таза қылып жуып алдым. Черешняны сүйегінен ажырату қиын болғандықтан, дәл осылай бүтіндей қайнатып банкіге жабатын боламын. Ыдысымызға 1 литр су құйып алдым. Үстінен 2,5 килограмм қант саламын, және де осылай қантты сумен ертіп алатын боламыз. Отымызды жағып қоямыз бұл аралықта, және де осы суымызды кішкене ысытып, қантымызды ертіп алатын боламыз. Ал енді дайындап алған черешняларымызды осы судың үстіне салатын боламыз. Мен мұнда 5 килограмм черешня салдым. Яғни 1 килограмм черешняға жарты килограмм қант қостым. Қараңыздар, дәл осылай біздің черешняларымыз қайнайды. Мұнда бетінде кішкене көпіршіктері пайда болды. Ол көпіршіктерді алмасаңыздар да болады. Негізі мен алған жоқпын. Ол аралықта банкілерімді жуып тазалап осылай дайындап алдым. Қараңыздар, черешняларымыз қайнап жатыр. 1 сағат көлемінде тоқтатпай қайнатамыз. Қатты қайнатпаңыздар, себебі қатты қайнаса бетінде көпіршіктер пайда болып, ыдысымыздан тасып кетуі мүмкін. Қараңыздар, біздің черешняларымыз дәл осындай күйге келгенге дейін оны қайнататын боламыз. Бұл кезде біздің черешняларымыз дайын болды. Ал енді өзіміздің дайындап алған банкілерімізге осы тосабымызды құйып шығатын боламыз. Мен банкі жапқан кезде банкілерімді стерильдемеймін, себебі мұнда қант қосылғандықтан ең бастысы крышкасын дұрыс жапсаңыздар қақпағын, ешқандай банкілеріңіз атылмайтын болады. Мен қаншама жылдан бері дәл солай жауып жүрмін. Ешқандай да банкымды стерильдемеймін. Ең бастысы тазалап жуамын алдын ала. Ішіндегі суларының барлығын құрғатамын. Және осылай қайнап тұрған кезде банкілеріме құямын. Банкамыздың қақпағын жауып, дәл осындай құрылғы бар. Банканың қақпағын жабуға арналған. Соны крышкамызға ең алдымен кішкене ғана тигізіп, 2-3 рет айналдырып аламыз. Солай кішкене қысу арқылы осы банкамыздың қақпақтарын жауып алатын боламыз. Дұрыс жабылғанын тексеру үшін осылай банкамызды жерге қиғашынан жатқызамыз. Осылай айландырған кезде крышканың жан-жағынан ешқандай су ақпау керек. Егер су ағып, бір дыбыс шығып тұратын болса, банкаларыңыз дұрыс жабылмады деген сөз. Міне достар, біздің черешнядан жабылған вареньеміз дайын болды. Дәл осылай өте әдемі көрінеді екен, қараңыздар. Бүтіндей болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.